Recording in progress. Сәлеметсіздер ме? Мен физика пәнінің мұғалімі Серікбай Умира. Менің авторлық бағдарламамның тақырыбы электростатика негіздері. 2025 жылы 4 сәуірдегі сараптама кеңестің номер 2 хаттамасы негізінде оқу процесіне енгізу үшін мақұлданды. Электростатика негіздері авторлық бағдарламамның 8 сынып оқушыларына арналған, аптасына 1 сағат, барлығы 34 сағатты құрайды. Бағдарламаның мақсаты оқушылардың физикалық білімін дамыта отырып, табиғатқа деген қызығушылығын арттыру, қарастыратын негізгі құбылыстар жайлы білімді, олардың өту ерекшеліктерін, негізгі ұғымдарын, физикалық шамаларды, олардың математикалық жазуларын, өлшем бірліктерін және физикалық шамалар мен формулаларды қолданып, есеп шығаруға баулу. Бағдарламаның міндеттері оқушылардың логикалық ойлау дағдысын қалыптастыру және жетілдіру, физика ғылымына деген қызығушылығын дамыту, негізгі құбылыстарды, олардың өту ерекшеліктерін, негізгі ұғымдарды, шамаларды, олардың математикалық жазуларын, өлшем бірліктерін және тәжірибелік әдістерін және өлшеу нәтижелерін өңдеу, физика заңдарын нақты физикалық есептерге қолдануды, құралдармен жұмыс істеуді ұға білу, негізгі физикалық заңдылықтарды, олардың табиғатта байқалуын және техникада қолданылуын, және сонымен қатар математикалық сипатталуын білу. Курстың ерекшелігі электростатиканың негізгі түсініктері мен заңдылықтарын меңгеру, электростаттар мен электронды оптикалық приборларды және зарядтың бөлшек үдеткіштерін практикада қолдану, оқушылардың логикалық ойлау дағдысын қалыптастыру және жетілдіру, оқушылардың зерттеушілік шеберлігін шыңдау және ақпаратты талдау. Бағдарламаның маңызы, бағдарламаның ерекшелігі біріншіден оқушы электростатиканың негізгі түсініктерімен танысады және сабақ барысында түсінуге қиындық туғызған формулаларды еске түсіруге көмектеседі. Сабақта оқушының тақырып бойынша алған білімін ескеріп, білім деңгейін тереңдете отырып, ғылымға деген қызығушылығын арттырады. Келетін нәтиже электр өрісінің пайда болуымен маңызы туралы ақпараттар беру және электростатикаға байланысты ақпаратты меңгере отырып, заңдылықтармен танысып, есеп шығару кезінде формулаларды қолданады. Сонымен қатар зертханалық жұмыстарды жасайды. Назарларыңызға рахмет. Қайырлы күн әріптестер, мен Алматы қаласы Медеу ауданы нөмір 53 мектеп гимназиясының биология пәнінің мұғалімі Айдарбаева Қырмызы Ильясқызы. Менің бүгінгі авторлық жолымның тақырыбы биомедицина және биоинформатиканың даму қарқыны өзекті мәселелері. Элективті курс бағдарламасы 2025 жылы 4 сәуірдегі сараптама кеңесінің нөмір 2 хаттамасының негізгі оқу процесіне енгізу үшін мақұлданды. Биомедицина және биоинформатиканың даму қарқыны өзекті мәселелері 10-11 сынып оқушыларына арналған, аптасына 1 сағат, барлығы 34 сағатты құрайды. Бағдарламаның мақсаты мен ерекшеліктері. Бағдарламаның мақсаты биомедицина, өнеркәсіптік биотехнология және агробиотехнологияны қамтитын биотехнология саласында 10-11 сынып оқушыларын оқытуға бағытталған. Бірегей білім беру жүйесі, заманауи биология, генетика, молекулалық биология, биоинженерия және биоинженерия бойынша білім болып табылады. Практикалық қолданылуы, ғылыми зерттеу, өндірістік технологиялық және табиғатты қорғау салаларында қолдану.
Бағдарламаның міндеттеріне тоқталатын болсақ, биомедицина және биоинформатика саласындағы заманауи бағыттар түсіндіру, оқушыларға биомедициналық зерттеудің ғылыми негіздерін меңгерту, биоинформатиканың құралдарын тәжірибеде қолдану дағдыларын қалыптастыру, заманауи биотехнологияларды және инновацияларды таныстыру, саланың өзекті мәселелерін анықтау және талдау, ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізуде ынталандыру. Қолдану салалары: медицинада қатерлі ісікті ерте анықтау және генетикалық бейімдеуде, фармакологияда дәрілерді генетикалық бейімдеуге негізделген тәсіл болып табылады. Ауыл шаруашылығында генетикалық модификацияланған өнімдер болып табылады. Қоршаған ортада биологиялық әдістермен экологияны қорғау, білім жүйесінде STEM бағытында тереңдетілген оқу бағдарламалары. Күтілетін нәтиже: оқушылардың биомедицинаның негізгі ұғымдарын, соның ішінде генетика, молекулалық биология, протеомика туралы білім алады. Сонымен қатар, биоинформатика саласындағы деректерді өңдеу, талдау және биологиялық жүйелерді модельдеу әдістерін түсінеді. Биомедициналық зерттеулер жүргізуде, соның ішінде геномдық деректер мен науқастар туралы жеке ақпараттармен жұмыс істегенде туындайтын этикалық мәселелерді түсінеді. Оқушының зерттеушіге деген жауапкершілігі, деректердің құпиялылығын жан-жақты зерттеп, талдау жасайды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сәлеметсіздер ме, құрметті мұғалімдер? Мен 53-ші мектеп гимназия математика пәнінің мұғалімі Досжанова Анипа Айтқұловна. Тригонометрия, менің бүгінгі тақырыбым тригонометриялық теңдеулер теориясы. Элективті курс бағдарламасы 10-11 сынып оқушыларына арналған. Курсының мақсаты оқушыларға типтес есептерді көптен шығару арқылы қабілеті мен мүмкіншіліктерін ескере отырып, математикалық білімнің деңгейін арттыру, теориялық білімін тереңдетіп, оған алған білімін практикада қолдана алуға дағдыландыру. Курстың міндеті жетелей оқытуды іске асыру. Оқушылардың негізгі математикалық курсына алған білімдерін шыңдай отырып, олардың пәнге деген қызығушылығын арттыру. Математикалық қабілеттерін дамыту және жетілдіру, оқушыларға есеп шығару тәсілдері мен әдістерін меңгеруіне көмектесу, есептерді өз бетінше шығару дағдыларын дамыту, тестпен жұмыс жасау дағдысын қалыптастыру, жадысы мен аналитикалық ойлауды дамытуға көмектесу. Курстың маңыздылығы: тригонометриялық теңдеулер теориясы математиканың маңызды бөлімдерінің бірі болып табылады. Оқушыларға тригонометриялық функциялар мен олардың қасиеттерін, сондай-ақ теңдеулерді шешу әдістемелерін меңгеру мүмкіндігін береді. Бұл теорияны терең үйрену оқушылардың басқа математикалық бөлімдерге, әсіресе анализ, геометрия және физика пәндеріне негіз бола алатын дағдыларды қалыптастыруға ықпал етеді. Тригонометрия тек қана математикалық теория емес, сонымен қатар практикалық есептерді шешуде маңызды рөл атқарады. Бұл курс оқушыларға тригонометриялық теңдеулерді қолдану отырып, нақты әлемдегі әртүрлі мәселелерді шешуге қажетті дағдыларды береді. Астрономиядағы бұл курстың өзектілігі астрономиядағы жақын жұлдыздарға дейін қашықтықтарды өлшеуге, географиядағы бағдарлар арасында қашықтықты өлшеуге, спутниктердің навигация жүйесін бақылауға мүмкіндік береді. Музыка теориясы, акустика, оптика, қаржы нарықтарын талдау, электроника, статистика, биология, медицина, фармацевтика, химия, сейсмология, метеорология, картография, физиканың көптеген бөлімдері, геодезия мен топография, экономика, компьютерлік графика сияқты салаларда қолданылады. Курстың құрылымы: теориялық бөлім бірінші, екінші практикалық бөлім, үшінші ақпараттық әдістемелік бөлім, дидактикалық материалдар төртінші, бесінші қолданылған әдебиеттер болып табылады. Енді осыдан күтілетін нәтижелер: бұл курс оқушыларға мынандай мүмкіндіктер береді. Мектеп математикасында бұрын өтілген материалдарды толық қайталап жүйелеуге, есептер шығарудың негізгі әдістерін меңгеруге, тест тапсырудың техникасымен іс жүзінде танысып қолдана білуге, іс жүзінде есептерді шығарудың стандартты және стандартты емес тәсілдерімен танысып
қолдана білуге, есептерді шешуде қажетті нәтижелерді нақты білуге. Енді қорыта айтқанда, тригонометриялық теңдеулер теориясы бойынша элективті курс оқушылардың математикалық ойлау қабілеттерін арттырумен қатар, олардың болашақ кәсіби қызметтеріне дайын болуына көмектеседі. Бұл курс тек білім беру жүйесінде емес, сонымен қатар оқушылардың жеке дамуына да маңызды рөл атқарады. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Мен 53-ші мектеп гимназиясының математика пәні мұғалімі Кулкиева Дина Жангербаевна, магистр педагог зерттеуші. Бүгінгі сіздерге таныстырып отырған авторлық жобамның тақырыбы геометрия пәнінен ОБТ-ға дайындық. Элективті курс бағдарламасы 10-шы және 11-шы сыныптарға арналған, аптасына 2 сағат, барлығы 68 сағаттан тұрады. Сіздерге геометрия пәнінен ОБТ-ға дайындық атты элективті курс бағдарламасын ұсынамын. Бұл бағдарлама 10-шы және 11-шы сыныптар үшін маңызды және тиімді құрал болып табылады. Себебі ұлттық бірыңғай тестілеу жүйесі үнемі жаңартылып отырады. Сондықтан бізде қазіргі кезде оқушылардың геометрия пәні бойынша білім деңгейі жоғары болуы қажет. Геометрия пәні ОБТ-да үлкен мәнге ие, және ол тек теориялық білімді ғана емес, сондай-ақ логикалық ойлау және есептерді дұрыс шешу қабілетін де талап етеді. Бұл курс бағдарламасы оқушыларды осы талаптарға сай деңгейде және 7-11 сынып геометрия тақырыптарын тізбектей жүйелі түрде дайындауға бағытталған. Бағдарлама мақсаты геометрия пәнінен оқушылардың білімін тереңдету, алған білімдерін өмірге қолдануға дағдыландыру, ОБТ-да геометриядан жоғары балл жинау үшін қажетті білімдерді меңгерту, геометриялық есептерді шешуде жүйелі ойлау және дәлелдеуді қажет ететін, дәлдікті қажет ететін, жауап беретін қабілеттерді дамыту, пәнаралық байланыстар арқылы оқушылардың білімін кеңейту, функционалдық сауаттылықты дамыту және геогебра көмегімен геометриялық ұғымдар мен шешімдерді визуализациялау арқылы оқушыларды пәнге деген қызығушылығын арттыру, логикалық ойлау мен сыни пікірлерді дамыту арқылы шығармашылыққа баулу және болашақ мамандыққа қажетті дағдыларды қалыптастыру. Курстың маңыздылығы бүгінде ғылым мен техниканың даму қарқынына сай білім мазмұны жаңартылып, әрбір оқушыға орта мектепте оқытылатын негізгі пәндер сапалы оқытумен қатар, олардың өмірде кездесетін есептерді шеше білуге, кез келген сынақтан мойымай табыспен өтуге, сыни тұрғыдан ойлау арқылы шығармашылық ізденіске дағдыландыруды талап етеді. Сонымен байланысты бағдарламалық курс оқушылардың ОБТ-да дайындықтарын жүйелі түрде қамтамасыз етуіне, геометрия пәнінен терең меңгеруіне, шығармашылық сыни ойлау дағдыларын дамытуына, білім сапасының артуына, оқушылардың жеке қабілеттерін дамытуға және болашаққа ғылыми-техникалық мамандықтарға дайындауға мүмкіндік береді. Бағдарламаның ерекшелігі курстағы дидактикалық материалдар өмірмен байланысты құрастырылған. Оқушылар тек есептерді шешуді үйреніп қана қоймай, геометриялық ұғымдарды күнделікті өмірде қалай пайдалану керектігін түсінеді. ОБТ-да кездесетін есептерді уақытында әрі дұрыс шешуге қажетті дағдылар қалыптасады. Геометриялық ұғымдарды әртүрлі мамандықтарда қолдану арқылы оқушылардың нақты нәтижелерге жетуге тырысады және оқушылардың пәнге деген қызығушылығы артып, ОБТ-дан жоғары нәтиже алуға жетелейді. Курстың құрылымы теориялық, практикалық білімдерден тұрады және ол жерде практикалық бөлімде бірнеше жаңа платформалардан құралған тест тапсырмалары және өмірмен байланысты материалдар қарастырылған. Соңғы бөлім ол әдебиеттер бөлімі, ол мұғалімдер мен оқушыларға арналған әдебиеттер тізімінен тұрады. Жоғарыда атап өтілгендей, бұлар дидактикалық материалдар, яғни барлық
есептер өмірмен байланысты құрастырылған. Келетін нәтиже оқушылар геометрия пәні бойынша тапсырмаларды дұрыс және жылдам орындауға дағдыланады. Оқушылар логикалық және сыни ойлауды дамытуға мүмкіндік алады. Геометриялық есептерді шешу барысында аналитикалық және абстрактылы ойлау қабілеттері артады. Оқушылар түрлі тапсырмаларды уақытында әрі тиімді шешуге дағдыланады. Оқушылар өз білімдерін нақты және өмірлік жағдайларда қолдануға үйренеді. Геометрияның түрлі тақырыптары бойынша қосымша зерттеу жүргізуге қалыптасады. Қорытындылай келе, бұл курс ұбт-ға сапалы дайындықтың кепілі. Курс соңында оқушылар геометрияға деген қызығушылығы артады, есептерді шығаруда сенімділігі мен дағдылары қалыптасады, және ұбт-ға дайындық барысында алған білімдерін қолдану дағдылары қалыптасады. Осы элективті курстың көмегімен оқушылар жоғары нәтижеге қол жеткізеді. Сөз соңында келешектегі жетістіктерімізге бірге қадам жасайық дегім келеді. Назарларыңызға рахмет. Құрметті әріптестер, осымен бүгінгі біздің вебинарымыз өз мәресіне жетті. Баршаңызға уақыттарыңызды бөліп, қатысып, қолдау білдіргендеріңіз үшін үлкен алғыс айтамыз. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар. Шыға берулеріңізге болады.